Сәлем достар, мені қолдап каналыма жазылып жатқандарыңызға рахмет. Егер де каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып, маған қолдау білдіруіңізді сұраймын. Бүгін ТГО-да, яғни сыни ойлау бойынша лайфхактармен бөлісетін боламын. Егер де есепті шығара алмаған жағдайда қалай жауабы арқылы дұрыс жауапты табуға болады. Соның бірнеше тәсілдерін көрсететін боламын. Ендеше кеттік, соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бірінші, түбінің өлшемі 36-да 48 болатын қорапқа бос орын қалмайтындай етіп, қабырғасын ұзындығы қандай көптерді салған дұрыс. Яғни 36-да 48 деген бұл тіктөртбұрыш, яғни ені 36 болса, ұзындығы 48 болады. Осыған бос орын қалмайтындай кубтарды орналастыру керек. Кубтардың қабырғалары олар бір-біріне тең, барлық қабырғасы тең. Мынау бізде куб. Барлық қабырғалары тең болады. Енді осы тіктөртбұрыштың ішіне бос орын қалмайтындай кубтарды орналастыру керек. Ол үшін 48 пен 36 да қандай сандарға бөлінеді? Мына жауап бойынша тауыпсаңыздар болады. Мысалға 12 деген сан бірінші жауапта тұр, А вариантында. 48 бен 36 осы санға қалдықсыз бөліне ме? 48 12 бөлсек 4 шығады, 36 12 бөлсек 3 шығады. Демек, осы жауапты аламыз. Мына жерге сызатын болсақ, қараңыздар, мына жақты 4-ке бөлеміз, ал мына жақты 3-ке бөлеміз, Сонда бізде ешқандай артық қалдық шықпайды екен. Егер де мына 9 дегенді қарап көретін болсақ, 48 9-ға бөлген кезде бізде қалдық шығып қалады, ал 36-ны 9-ға бөлсек қалдықсыз шығады. Біреуінде қалдық шығып қалады. Демек, ол бізде бос орын қалып қалады деген сөз, Сондықтан бізде А жауапты белгілейді екенбіз. Келесі 3 қасқыр 2 қойды 40 минутта жесе, 6 қасқыр 1 қойды жейтін уақыт. Дәл осындай есептер келген кезде мынадай формула бар. А1 көбейту Т1 бөлінген В1 тең А2 көбейту Т2 бөлінген В2. Мұндағы А деп отырғанымыз ол адам, ал Т, яғни time, уақыт, В деген work, яғни жұмыс, Енді мына жерде қарасаңыздар 3 қасқыр дейді. Бұл жерде 3 қасқыр адамның орнында тұр. 3 қасқыр адамның орнында тұр, ал уақыт бізде 40 минут, Т 40 минутқа тең 2 қойды жейді дейді. Яғни олар жұмыс болып табылады. 2 қой жұмыс. Енді осы бойынша есептейміз. Сонда қараңыздар, А1-дің орнына, яғни адам 3 қасқыр болып тұр бұл жерде. 3 қасқыр 3 деп жазамыз. Одан кейін көбейту уақытымыз бізде 40 минут болды. Көбейтілген 40 болады және жұмысы олардың істейтін. Яғни 3 қасқыр 2 қойды жеу керек. Яғни жұмыс, ол бізге жұмыс болып табылады. Сонда бөліміне 2-ні жазамыз екен. Енді тең екінші жағына А2 деген екінші адам болу керек. 6 қасқыр. Екінші адам 6 қасқыр болады. Көбейтілген. Бізге уақытты тап деп тұр. Сонда уақыт бізде белгісіз X деп аламыз. Ал бір қой бізде жұмыс болып табылады. Бөлінген 1 болады. Енді есептейміз. 3-ті 40-қа көбейтсек 120, 120-ны 2-ге бөлеміз. Сонда 60 шығады. Тең 6-ны X-ға көбейтсек 6X, оны 1-ге бөлсек 6X шығады. Бұл жерден X табатын болсақ, 60-ты 6-ға бөле саламыз. Сонда 10 минут шығады екен. Дәл мына осы формуланы жаттап алсаңыздар, тура осында есептер келген кезде оңай шығаруға болады. Келесі B, C, D, E натурал сандар. Егер E плюс 5 тең C минус 9 тең D плюс 2 тең B минус 3 теңдігі орындалса, онда сандардың ең үлкені дейді. Бұл есепті шығару үшін қараңыздар, мына теңдік орындалу керек. Ол үшін мысалға E-нің орнына мен 10 деген санды қойдым. 10-ға 5-ті қосамыз, сонда 15 болады, Енді мына жерде қандай саннан 9-ды алсақ 15 шығады. Өйткені бізде 15 шығу керек, барлығы тең болу керек. Онда, яғни олсан бізде 24 болады екен. 24-тен 9 алсақ 15 саны шығады. Одан кейін қандай санға 2-ні қосқан кезде 15 шығады. Яғни 13 болады, 13-ке 2-ні қоссақ 15. Одан кейін қандай саннан 3-ті азайтсақ 15 шығады. Сонда 18-ден 3-ті алсақ 15 шығады екен. Енді міне, Е-нің мәні 10 болады, С-нің мәні 24, Д 13-ке тең, Б 18-ге тең. Осы жердегі сандардың ең үлкені бізде С 24 болып тұр, Яғни мына жауап болу керек негізі, бірақ А жауап деп белгілеп қойыпты.
Бұл жерде бізде а деген ешқандай берілмеген, яғни бұндай есеп келсе біз бұл есепті апелляцияға бере аламыз. Себебі а деген бізде мына жерде берілмеген. Бізде с үлкен болып тұр, яғни мына жауапты алуымыз керек еді. Мына есепті шығарып, комментарийға өз жауаптарыңызды жазып кетіңіздер. Келесі. 3 оң бүтін саны берілген. Үшінші сан бірінші саннан қанша үлкен болса, бірінші сан екінші саннан соншалықты үлкен. Сандардың дұрыс орналасуын көрсет. Бұл есепті жауабы арқылы тауып алуға болады. Үшінші сан деп тұрғанымыз, мына соңғы тұрған цифр, үшінші тұрған сан. Ол бірінші саннан қаншаға үлкен? Мысалға, мына есеп жауапты көрейік. Үшінші тұрған сан 9, бірінші тұрған сан 7. Яғни 2-ге үлкен болып тұр. Онда бірінші сан екінші саннан соншалықты үлкен дейді. Бірінші сан 7, екінші сан 5. Яғни соншалықты үлкен болып тұр, 2-ге үлкен болып тұр. Демек, осы жауапты белгілейді екенбіз. Ал егер мына жауапты қарастырып көрсек, екінші тұрған 4, 3, 8 дегенді қарасақ, үшінші тұрған сан 8, бірінші тұрған сан 4. Яғни 4-ке артық болып тұр, үшінші сан 4-ке артық болып тұр. Енді бірінші сан екінші саннан соншалықты үлкен. Бірінші сан 4, екінші сан 3 үлкен. Яғни 1-ге ғана үлкен болып тұр. 4-ке үлкен болып тұрған жоқ. Яғни мынау шарт орындалып тұрған жоқ. Демек, А жауабы дұрыс болады екен. Үйдің бірінші қабатынан үшінші қабатына көтерілу үшін 54 баспалдақты басып өту керек. Осы үйдің бірінші қабатынан бесінші қабатына көтерілу үшін қанша баспалдақ басып өту керек дейді. Қараңыздар. Міне, баспалдақтар салып қойдым. Бірінші қабат мынау. Одан кейін біз лестницамен баспалдақпен көтерілеміз. Сол кезде мына жерде біз екінші қабат болады. Одан кейін біз үшінші қабатқа арғай көтерілеміз. Енді бұл жерде бізде қанша баспалдақ бар екенін білу үшін 54-ті мына 2 неге бөлсеміз. Сонда 54-ті 2-ге бөлсек 27. Әр қайсында 27 баспалдақтан бар екен. Енді осы үйдің бірінші қабатынан бесінші қабатына көтерілу үшін дейді. Олай болса, қараңыздар, бірінші қабат болды. Бірінші қабаттан көтерілеміз, одан кейін екінші қабат болады. Одан тағы лестница арқылы көтерілеміз. Үшінші қабат, одан кейін тағы көтерілеміз. Төртінші қабат болады. Одан кейін тағы көтерілеміз. Міне бесінші қабат, Енді бізде мына жерде қарасаңыздар қанша баспалдақ бар көтерілу үшін. 1, 2, 3, 4, Сонда біз 27-ні 4-ке көбейтіп тастаймыз. Сонда 108 болады. Яғни 108 баспалдақты басып өту керек. Енді мына келесі есеп шығарайық. Мына түрдегі есептерді шығару үшін 6а 6 дейді. Мына 1а3-ті теңдіктің сол жағын өткіземіз. Қарама-қарсы таңбамен, яғни мына жақта плюс болса, мына жаққа минус болып өтеді. Минус 1а3 болады. Қосылған 103-тің өзін жазамыз, тең x дейміз. Енді қараңыздар, бұны азайтатын болсақ, баған түрінде 6-тан 3-ті аламыз 3, а-дан а-ны алып тастасақ, бізде 0-ді береді. 6-дан 1-ді аламыз 5 болады. Сонда 503 қосылған 103 тең x. Сонда x-ің мәні 606 болады екен. Келесі. Мына теңдеу берілген. Теңдеуді енді мен жауабы арқылы тауып көрсететін боламын. Алдыңғы жолы теңдеуді кәдімгідей өзінің шығарылу жолымен көрсеткен болатынмын. Енді комментарийді жауап арқылы қалай шығаруға болады деп сұрақтар келген болатын. Сол себепті жауап арқылы табуды көрсетемін. Мына жерде 12 деген сан дұрыс жауап деп тұр. Соны қойып көрелік. Яғни x-тің орнына осы тұрған жауапты қоясыздар. X-тің орнына қоямыз 12 бөлінген 2 тең 3 қосылған x-тің орнына 12-ні қоямыз 12 бөлу 4. Енді осыны шығарамыз. 12-ні 2-ге бөлсек 6 болады. 3 қосылған 12-ні 4-ге бөлсек 3. 3-ке 3-ті қосамыз 6. Яғни теңдіктің екі жағы да бірдей болды. Екі жағында да бірдей сан шықты. 6 тең 6. Яғни бұл дұрыс жауап дегенді білдіреді. Енді мысалға екінші 4 деген санды қойып көрелік. 4-ті x-тің орнына қойсақ 4 бөлу 2 болады. Тең 3 қосылған x-тің орнына 4-ті қоямыз тағы да 4 бөлу 4. 4-ті 2-ге бөлсек 2 болады. 3 қосылған 4-ті 4-ке бөлсек 1.
Сонда 2 тең 3-ке 1-ді қосамыз 4. 2 тең 4-ке дейді. Бұл дұрыс жауап емес. Яғни бұндай екі жағы тең болмай қалса, онда ол жауапты алмайсыздар. Екі жағы да міне мынау сияқты тең болу керек. Сол жауапты алатын боламыз. 50 мың санын басқаша қалай жазуға болады? 50 мың санын, яғни 10-ның 2 дәрежесі 100-ді береді, 10-ның 3 дәрежесі 1000-ды береді, 10-ның 4 дәрежесі 10 мыңды береді. Яғни 10 мыңды 5-ке көйтсек 50 мың шығады. Сонда 5 көбейту 10-ның 4 дәрежесі деп жазуға болады. А тең АБСД мен Б тең 1БС жиындарының қиылысуы. Қиылысуы болатын болса, онда екеуінде де ортақ сандарды аламыз. Екеуіне де ортақ болатын жауапты аламыз. Екеуінде де бар, ол Б мен С, я? Екеуінде ортақ, ол Б мен С. Демек, олардың қиылысуы Б мен С болады. Шарлар тең қабырғалы үшбұрыш қалыбында 25 қатар орналасқан. Ондағы шарлардың саны дейді. Енді қараңыздар, мұнда бірінші 1 шар тұр, одан кейін 2 шар, одан кейін 3 шар, одан кейін 4, одан соң 5 шар тұр. Ары қарай кете береді. 6, 7, 8, 25 қатарға дейін барамыз. Бұл дегеніміз 1 қосу 2 қосу 3 қосу 4 қосу 5, яғни осы күйінде 25-ке дейін барамыз деген сөз. Сонда олардың барлығын қоссаңыздар 325 болады екен. Яғни ондағы барлық шарлардың саны 325-ке тең болады екен. Бұзаулы сиырдың бұзаумен бірге салмағы 300 келі. Сиыр бұзаудан 5 есе ауыр. Бұзаудың салмағы. Бұл есепті де шығармаймыз. Жауабы арқылы таба саламыз. Яғни бұзау мен сиырдың екеуінің салмақтарының қосындысы 300 килограмм дейді. Енді сиыр бұзаудан 5 есе ауыр. Мысалға, мына жерде бұзаудың салмағы 50 деп алайық. 50 болса, сиыр одан 5 есе көп. Яғни 5-ке көбейтеміз. 50-ді 5-ке көбейтсек 250. 250 бұл сиырдың салмағы. Ал 50 бұзаудың салмағы. Біз есептің шарты бойынша бұзау мен сиырдың салмақтарының қосындысы 300 болу керек тұғын. Сонда 250-ге 50-ді қосамыз, сонда 300-дің өзі шығып тұр. Яғни А жауабы болады екен. Енді келесі 60-ті шығарып көреліге, мысалы 60 келі болуы мүмкін деп топшылайтын болсақ, онда 60-ты көбейтеміз 5-ке. Өйткені 5 есе ауыр деді ғой. 60-ты 5-ке көбейтсек 300 болады. 300 бұл сиырдың салмағы, 60 бұзаудың салмағы. Екеуін қоссақ 360 болып кетті. Бізге 300 шығу керек еді, я? Яғни бұл жауапты алмаймыз. Осылайша жауап арқылы талдап дұрыс жауапты тауып аласыздар. Мына жерде теңдеу берілген. Теңдеуді жауабымен шығаруды көрсетемін тағда. 2 деген санды қойып көрелік. Сонда 1 қосылған 2 болады. X-тің орнына 2-ні қоямыз. Бөлінген 2. Қосылған 3 қосу. X-тің орнына 2-ні қоямыз. Бөлінген 3 тең 3,6-тан 1 шығу керек. Яғни мына қосу амалын орындаған кезде бізде 3,6-тан 1 шығу керек. Сонда 1-ге 2-ні қосамыз 3. Сонда 2-ден 3 болады. Қосылған мұнда 3-тен 5 болады, я? Енді екеуінде бұлар жай бөлшектер болып тұр. Осыны ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі 2 мен 3-тің ең кіші ортақ бөлігі ол 6, я? 6 санын 2-ке бөлсек 3 болады. 6-ны 3-ке бөлсек 2 болады. Жазып аламыз. Сонда 3-ті 3-ке көбейтеміз 9, қосылған 5-тек көбейтеміз 10. Сонда 6-дан 19 болады. Бұл дегеніміз 3,6-тан 1-ді береді. Яғни 3,6-тан 1 тең 3,6-тан 1-ге. Сонда дұрыс жауабы 2 болады екен.